Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте жұмсақ үлпілдеп тұратын творожный начинкасы бар булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы сүтімізге дрожж, қант және де тұзымызды салып араластырамыз. Содан кейін 2 жұмыртқамызды салып 1 келкі масса болғанша венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұнымызды салып қамыр илейміз. Ең соңынан жұмсақ сары майымызды салып, қамырымыз 1 келкі болғанша июін қандырып жақсылап илеп аламыз. Бетін жауып, жылы жерге қамырымыз 2-3 есе көтерілгенше қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Творогтың үстінен қант, ванильный сахар және де жұмыртқаның ақуызын салып, жақсылап 1 келкі масса болғанша блендердің көмегімен езіп аламыз. Үстелімізге азғантай ұнды сеуіп, көтеріліп тұрған қамырымызды оқтаудың көмегімен 4 бұрышты етіп, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Ортасына творожный начинкамызды салып, тестамыздың бетіне бір тегіс етіп жайып шығамыз. Қамырымызды ораған кезде ашылып кетпей толық жабылу үшін видеода көріп тұрғандарыңыздай начинкасын жиегіне жеткізбей жайып шығамыз. Содан кейін рулет қылып орап аламыз. Орап алғаннан кейін 1 келкі етіп 15 бөлікке бөліп шығамыз. Бетін жауып 10-15 минутқа расстойкаға жібереміз. Көтерілген қамырымыздың бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, 180 градус қызған пешке 30-35 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Үлпілдек әрі өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.